Жалпы бізде қазір пара берудің де, пара алудың да тәсілдері өзгерген. Қазір магазин арқылы, дүкен арқылы, киім дүкендері арқылы, немесе мынау ақша айырбастау пункттері арқылы алып жатқан паралар бар. Бұның барлығы құзырлы органдар біледі, бірақ алайда оның барлығына көз жұма қарап отырады. Бұл жерде сыбайластық, жемқорлық өте қатты дамыған. Тіпті сол мәселені көтерсең, сол мәселені көтерген адаммен алысады. Сол адамның басына проблеманы үйіп төгеді. Қазынашылық қызметінде жұмыс істейтін, департаментінде жұмыс істейтін қызметкерді қазіргі таңда осы Түркістан облысы бойынша бүкіл жымқыру деректерін ашқан үшін мынау ауылған жұмыс істейтін балалардың, жастардың жұмысына бөлінген қаражаттарды, одан бөлек мынау қаншама деректерді анықтаса да прокуратурамен бірлесіп отырып, алайда сол қызметкердің өзіне қазіргі таңда қылмыстық бұзушылық бойынша артына түсіп алып қылмыстық іс тіркеп, оны жұмыстан шығарды. Өйткені ол сол жердегі істерді ашып қойды. Дәл солай Шымкентте де мысалы осындай бір жымқыру деректерін ашып, мысалы бөлінген миллиардтар неге артық бөлініп жатыр. Бұның барлығы заңсыз ғой деп бір істі түрткілей бастасаң, ол әкімге ұнамайды, сол жердегі жергілікті прокурорға ұнамайды. Мысалы бізде осыдан 2022 жылы мәдениет саласында миллиардтаған қаржыларды менің сұрағанымда, менің де артынан дәл осылай қудалау басталған. Яғни бізде мемлекетте жемқорлық дерегін аша бастасаң, өзіңмен айналысып кетеді, өзіңнің жеке басыңа қауіп төндіре бастайды. Яғни жемқорлықпен күрес бұл өзіңді отқа тастағанмен бірдей біздің. Мен ойымша, еліміздегі 20 облысты алсақ, Түркістандағы жағдай ерекше. Қаншама хат жазсан да, жазбасан да, орталықтан жазсан да, кезінде депутаттарды алып барғанбыз, сол Түркістанға мүмкін жағдай өзгереді деп, бірақ өкінішке қарай қазіргі таңда жағдай өзгерген жоқ. Сондықтан менің ойым, осы Түркістанды тергеу үшін Астанадан үлкен бір арнайы топ, ішінде ұлттық қауіпсіздік комитеті бар, бас прокуратураның өкілдері бар, қоғам белсенділерінің өкілдері, депутаттарын алып, бір Түркістанға бір айға барсақ, бір айда сол Қазақстанның бір қазынаның 50%-ын сол жерден ала аламыз деген ойым бар. Өйткені құйған қаражаты өте көп. Түркістан бөлек статус алғаннан кейін ақша құйылып жатыр өңірге, бірақ өкінішке қарай фактілер өте жеткілікті және оны бөлек тексеру керек. Мысалы, мен осы салада 10 жылдан астам жұмыс істеп жатырмын. Антикорда істедім, көрдім, қарадым, қалай істер жүргізілуде, бірақ Түркістанда болған жағдай Қазақстанда ешқай облыста жоқ. Неге? Өйткені сол жерде қаншама арыз берсең де ешқандай тергеу басталмайды. Айгүл ханым айтылғандығы дұрыс, қаншама арыз жасанда, менде қазір осы жерде отырып, жүйесі дұрыс емес. Жүйесі, мысалы бізде Астанада билік жүйесі бар, заң шығаратын билік бар, атқарушы органдар бар. Ол әр осындай бір-бірімен байланыс жоқ. Ал Түркістанда осылай сращивание орысша айтқанда, ол бір қалып тұрған қылмыстық топ деп айта алмаймын, өйткені ол жалған ақпарат болады. Менде қазір қолымда дәлелім жоқ, бірақ ол қалыптасқан топ ретінде жұмыс істейді. Мысалы, прокурор әкімнің сөзін сөйлейді, антикордың басшысы бұрынғы болған, мысалы, прокурорға қарсы шықпайды, және барлығын оларға нотариус ретінде сот шығады. Барлығы дұрыс, болды. Ешқандай сен шындықты таппайсың.